Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Әуелі барлық мадақ тек қана Аллаға болсын. Одан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар. Бүгінгі тақырыбымызда біз Жәбірейіл періштенің пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам кеудесін жару туралы, оның анасына қайту туралы сөз етеміз. Бірде бала Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Бану Сағд тайпасында жүргенінде болашақ пайғамбармен бір ғажайып жағдай болды. Бұл жайттан қатты үрейленген Халима мен күйеуі оны өз анасына, туған отбасына әкеліп табыстауды жөн көрді. Бұл Жәбірейіл періште пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кеудесін жарған оқиға еді. Бүлдіршін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам балалармен бірге ойнап жүргенінде Аллахқа ең жақын періште әрі Аллах пен пайғамбарлардың арасындағы негізгі елші Жәбірейіл, оған Аллахтың сәлем болсын, келіп, оны ұстап, жерге жатқызды да кеудесін жарып, жүрегін сыртқа шығарады және жүрегінен ұйған қанды алып тастап, бұл шайтанның сендегі үлесі дейді. Сосын Жәбірейіл пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жүрегін алтын жамда зәмзәмнің суымен жуады да жүректі біріктіріп, қайтадан орнына салады. Пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам бірге ойнап жүрген балалар Халимаға жүгіріп келіп, Мұхаммедті өлтірді деп шуылдасады. Жүгіріп келген адамдар оның рең түсі өзгеріп отырғандығын көреді. Бұл хабарды имам Муслим сахаба Анас ибн Маликтен радиаллаху анху жеткізген. Анас, мен оның кеудесіндегі сол тігістің ізін көретінмін деген. Оқиғадан кейін Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам сүт анасы Халима Меккеге келіп, өз анасына табыстады. Сағынған анасымен қауышқан Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам туған отбасында күн кешіп жатты. Арада 2 жыл өткенде Амина 6 жасар баласы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам алып, күйеуі Абдуллахтың қабрын зиярат ету үшін Мадина қаласына аттанады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әкесі Абдуллах Мадинада жерленген болатын. Әрі онда Бану Ади ибн Нажжар руының ішінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам нағашы туыстары тұратын. Бұл сапарға олармен бірге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам атасы Абдул-Муталиб пен анасының қызметшісі Умму Айман да шықты. Олар Мадинада 1 ай аялдап, Меккеге қайтып келе жатқандарында жолда Амина сырқаттанып қалады. Науқасы күшейіп, жағдайы күрт ауырлаған пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам анасы Мадина мен Меккенің аралығындағы Абуа деген жерге келгенде көз жұмып, сол жерге жерленеді. Анасының қазасынан кейін тұл жетім қалып, жүрегі қайта жараланған Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жағдайына атасы қатты алаңдап, оған деген жанашырлық сезімі бұрынғыдан да арта түсті. Кішкентай немересін бауырына басып, жылулығымен мейіріміне бөледі. Оған үнемі қамқор болып, барынша аялап, анасының орнын жоқтатпауға тырысты. Оны ешқашан жалғыз қалдырмайтын. Абдул-Муталиб сүйікті немересін тіпті өз ұлдарынан да артық көретін. Атасы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өзінен басқа ешкім отырмайтын көрпеге отырғызып еркелететін. Оның әрбір қылығына қуана мәз болатын және немересінің болашағы зор боларына кәміл сенетін. Арада 2 жыл өткенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 8 жастан сәл асқанда атасы Абдул-Муталибте қайтыс болды. Ол көз жұмар сәтінде немересінің қамқорлығын оның әкесінің туған бауыры көкесі Абу Талибке табыстады. Сөйтіп, атасынан да айырылған жетім бүлдіршіннің қамқорлығын көкесі Абу Талиб жауапкершілігіне алып, жауапкершілігін ең кемел түрде орындады. Ол Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам аяушылықпен қарап, жанына жақын тартып, мейлінше жақсы көрді. Оны өз балаларынан кем көрмеді, тіпті олардан жоғары қойды. Оған айрықша құрметпен, ізетпен қарады. Осы көкесі 40 жылдан астам пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жанына демеу болып, оны қызғаштай қорғап, ол үшін достасып, ол үшін жауласты. Бірде Абу Талиб Құрайыштардың сауда керуеніне еріп, Шам өлкесіне жүрмек болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл кезде 12 жаста еді. Көкесі оны өзімен бірге ала кетеді. Хауран
уаялатының орталығы Бусра қаласына келіп тоқтайды. Бусра қаласы сол кездері Византияға тәуелді араб елдерінің орталығы болатын. Сол жерде Құрайыштарға христиандардың монахы Бахира келеді. Ол бұрын ешқашан Құрайыштардың керуеніне шықпайтын. Ол керуендегі жолаушылардың барлығын шолып шығып, Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жақындап келетті, оның қолынан ұстап, бұл әлемдердің мырзасы, бұл әлемдердің Раббысының елшісі, мұны Аллах әлемдерге мейірім ретінде жіберді дейді. Абу Талиб пен Құрайыштар одан, мұны қайдан білесің деп сұрайды. Ол бұған, сендер әлгінде мына тау соқпағына көтерілгенде барлық тастар мен ағаштар сәждеге жығылды. Ал олар пайғамбарға ғана сәжде етеді. Бұған қоса мен оны жаурын сүйегінің астыңғы жағындағы алманың көлеміндей пайғамбарлық мөр арқылы танимын. Бұл туралы біздің қасиетті кітаптарымызда айтылған деп жауап береді. Сонан соң Бахира Құрайыштарға меймандостық көрсетіп қонағасы береді. Және Абу Талибке яһудилер мен византиялықтардың інісіне қауіп төнуі мүмкін екендігін ескертіп, оны Шамға өзімен апармай кері қайтаруын өтінеді. Сөйтіп көкесі монахтың кеңесіне құлақ асып, Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам қызметкерлерінің біріне тапсырып, Меккеге кері қайтарды. Көзін ашқаннан, әкесінен, жастай анасынан жетім қалған Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам әуелі атасының, сонан соң көкесінің қамқорлығында өсті. Оған әкесінен айтарлықтай мұра қалмағанды. Сондықтан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ер жетіп, еш шиғалы, азын-аулақ күнкөрістік, қарапайым шаруалармен айналысты. Жас кезінде оның белгілі бір кәсібі болған жоқ. Саудамен айналысқанына дейін ол аз ғана ақыға меккеліктердің қойларын баққан. Осылай басқа да барлық пайғамбарлар сияқты Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жас кезінде қойшы болған. Пайғамбарлық міндетіне кіріскеннен кейін ол кісі Аллах қой бақпаған бірде-бір пайғамбарды жіберген емес екен. Ал 25 жасында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Хадишаның қаржыландыруымен Шам өлкесіне сауда сапарын аттанған. Құрайыш тайпасында өзінің тектілігімен, абыройлығымен, байлығымен танылған Хадиша бинт Хуайлид есімді әйел болатын. Ол белгілі бір ақыға өзінің сауда істерімен айналысатын адамдар жалдайтын. Жас жігіттің шыншылдығы, ерекше аманатшылдығы сияқты жақсы қасиеттері жайлы сыртта естіп жүрген Хадиша бір күні Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам өз адам жіберіп, оған әдетте басқа көпестерге беретін мөлшерден әлде қайда көп ақша беретін болып, сенім артып, сауда сапармен Шам өлкесіне баруын ұсынады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл ұсынысты қабыл алып, Хадишаның қызметкері Майсарамен бірге Шам өлкесіне аттанады. Сауда сапарын аяқтап, Меккеге қайтқан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Хадишаның қаржысына қылдай қиянат жасамастан түскен пайдасына қосып қолына тапсырады. Хадиша мұндайлық пайданы бұған дейін ешқашан көрмеген болатын. Осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі хабарымызда аман есен жүздескенше, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.